Ағла сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Ұлық, асқақ Раббыңның есімін ұлықта. Ол жаратады да, ең керемет әрі үйлесімді кескін келбет береді. Ол әр нәрсе үшін белгілі бір өлшем, яғни әрбір жанға өлшеулі өмір, өзіндік ерекшеліктер және мақсат белгілеп, оны сол ұлы мақсатқа қарай бағыттайды. Сондай-ақ ол шүйгін шөпті, өсімдік атаулыны шығарады. Содан кейін оларды солып, қарақошқылданып шіріген қоқысқа айналдырады. Бұдан былай адамдарды тура жолға бастауың үшін Құранды жүрегіңе қондырып, саған оны толық оқытып үйретеміз, әрі өзгелерге де оқып беруіңді қамтамасыз етеміз. Сөйтіп сен одан еш нәрсе ұмытпайтын боласың. Тек Алла басқаша қалайтын болса, оның жөні бөлек. Шүбәсіз ол жария болғанды да, жасырын болғанды да, яғни сенің де, өзге құлдарының да жасырын жария барлық істерін, ниет пиғылдарын, жай күйлерін біледі. Біз сенің қай мәселеде болмасын мақсатыңа оңай жетуің үшін жолыңды жеңілдетеміз. Олай болса, сен үгіт насихат пен ескерту пайдалы болатын әр жағдайда насихат айт. Ескерт. Аллаға тағзым ететін жан насихат пен ескертулерді тиісінше ескереді. Ал сормаңдай бейбақ болса, одан іргесін аулақ салып қашады. Ол ең үлкен отқа, жалынатқан жаһаннамның ең ыстық жеріне кіріп, шыжғырлатын бейбақ. Ол онда қанша азап шексе де, әсте өлмейді, рахат өмірде сүрмейді. Ал күпірліктен, Аллаға серік қосудан, күнә атаулыдан, дүние құмарлықтан арылған, шүбәсіз азаптан құтылып, мұратына жетеді. Сондай-ақ, Раббысының атын еске алып, намаз оқығанда құтылады. Уа адамдар, алайда сендер дүниенің қу тіршілігін ұнатып, оны бәрінен артық көресіңдер. Дегенмен ақирет бұл дүниеге қарағанда әлде қайда қайырлы, һәм мәңгілік. Әлбетте, бұл ақиқаттар бұрынғы иләһи нұсқаулар мен насихаттар жазылған парақтарда да бар еді. Ибраһимге және Мұсаға берілген парақтарда да бар еді.